сәлеметсіздер ме? Менің есімім Нұрболат Жинас, және мен Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінде 2-ші курс 47-ші Б тобы туризм мамандығында білім аламын. Қазіргі таңда барлығымыз білетіндей студенттерді дистанционды оқу жүйесіне жіберген болатын. Менің ойымша, бұл жүйенің кемшілігінен артықшылығы көп деп ойлаймын. Себебі бұрын біз сабақта отырған кезде бір мұғалім тапсырмамызды үлгеріп тексеріп жатса, біреуінікін үлгермей жатады. Осыған байланысты көп студент өзіне тиесілі бағаны аламай жатады. Ал қазір әр студент өзінің жасаған тапсырмасын жіберіп, әрқайсысы бағаланып, өзінің тиесілі бағасын алып отыр. Ең бір жақсылығы осы деп ойлаймын. Және де осы дистанционды оқуға байланысты әрқайсымыз алыста тұратындар болсын, жақында тұратындар болсын, көп уақытын колледжде өткізеді. Ал қазір өзінің уақытын ата-анасымен, яғни отбасымен бір шаңырақта өткізе алады. Менің ойымша, бұл дистанционды оқудың артықшылығы өте көп деп ойлаймын. Себебі бізде ғана емес, шетел мемлекеттерінде бұл дистанционды оқу жүйесі баяғыдан дамыған болатын. Бізге де осындай жүйені енгізсе, яғни барлық жерлерде енгізілсе, өте жақсы деп ойлаймын.